Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Біздің YouTube көрермендері қатты сағынып қалдық. Бір жыл болды біз көріспегенімізге. Қалайсыздар, қалай жадаларыңыз? Әдеттегінде сіздермен бірге Медина Групп компаниясы жаңа жылда уже бір жыл болды, жаңа айтып отқандай, бір жыл болды сіздермен көріспегенімізге. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бақ береке, отбасыңызға аманшылық, бақуатты, дендеріңіз сау болсын. Жаңа жылда жаңа көлік мінулеріңізді нәсіп етсін. Осындай кішігірім жаңалықтарымыз бар 25 пен 24-тен. 24-ке енді өкпеміз жоқ. Әкелетін көліктерімізді әкелдік, ойнататын көліктерімізді ойнатып жатырық. Тағы да мынау бізде қалып кеткен көліктеріміз бар. Оған отдельно видео жасаймыз. Ол көлікті жалғастырамыз. Біздегі жаңалықтарды түсіндіре кетейін. 25 жылға өте осы біз сияқты қарапайым бюджетный варианттар дейді ғой. Алейкум ассалам. Бюджетный варианттар дейді ғой. Бюджетный варианттар жүрілген көліктерді алып келіп жатырық қой. Соған қарай осы нәрсеге кішкене қысымдықтар болып жатыр. Өйткені қазіргі жаңалықтарымыз бізде бірінші жаңағы СБГТС дейді. СБГТС деген көліктің сыртқы елден алып келген көліктің жаңағы жағдайын тексеретін нәрсе сертификат соответствия дейді. Сол сертификат жаңағы біздің елге осы көлік жарай ма, жарамды ма, жарамсыз ба, баллоны бар, ішкі фаралары бар, моторы бар, ходовкасы бар, сол туралы тексерілетін СБГТС дейді сертификат. Сол нәрсеміз осы жылда, 25 жылда, декабрьде бізде январда 4 күн демалыс болса, содан бері СБГТС-ті аламай жатыр. Сол проблема. Енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, енді біз де сөйтіп ойлаймыз. Енді сіз не ойлайтыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Неге десеңіз, өйткені енді сыртқы елден осындай білеміз, дамыған елден осындай көліктерді әкеліп жатыр. Ол жақта көліктердің сапасы өте керемет екенін. Біздің өзіміздің елде көліктерді шығарады. Енді жаңа көліктердің бәрін ала беруге ешкімде ондай возможность жоқ. Өйткені біз сияқты кісілер, енді ол кісілер ондаймен айналыспаған соң, біз сияқты кісілер осыны сыртқы елден айдалған, жүрілген пробегімен сондай көліктерді әкелеміз. Енді әрине бұл СБГТС-ке сай деп ойлаймыз, сертификат соответственно, өйткені оны лабораторияда тексереді, керемет тексеріп, бәрін көреді, сосын барып бізге жаңағындай сертификат береді. Осы елге кіргізуге болады деген сияқты. Одан кейін барып растаможка жасалынады. Ол кәдімгі біздің бюджетке примерно бір 10%, 12% түседі, қалғаны жаңағы Белоруссия, Россияға түседі екен. Ол туралы да пікіріңізді жаза кетіңіздер. Енді олармен бірге одақ болған соң сондай нәрсе қарастырылып қойған. Енді одан кейін растаможка жасалынады, одан кейін жаңағы біз құтыламай жүрген утиліміз бар, ауаға төлеп жатқан утилизация біздегі өздеріңіз білесіздер, жаңағы шын ғой. Оны халықтың арасында жүрген соң өзіңде көресің, өзіңде білесің, таксиге отырасың, басқа аласың деген сияқты. Бізде әлі 88 жылғы, 92 жылғы көліктер әлі жүр, мысалы. Облыстарда тем более. Сол утиліміз объемына байланысты, мысалы 2 литрге осыншама сума, жаңағындай 600 биылға МРП көтерілді айтпақшы. Алдында 650 мың төлеп жүрген едік, қазір енді 688 мың 100 төлейміз енді биылға. 3 литрге басқа, 3-тен ары қарай басқа сумалар кете береді. КБК-мыз қымбаттаған соң, оларда да біраз кішкене қымбаттады. Штрафымыз да қымбаттап жатыр. Сол сияқты нәрселер. Енді утиль төлеп болған соң, негізі алдында 24 жылы утиль төлеп, резко соңға барып, мемлекеттік номерді алып, первичкасын төлеп, сөйтіп номер шығаратын едік. Биылғы енді қиын ситуация отқан, әліге дейін бүгін міне 27 январ, әліге дейін алып келген көліктеріміздің номерлерін қоймай жатырық. Неге десеңіз, ол жерде де жаңағындай ЭПТС дейді. Электронный паспорт транспортного средства дейді. Биылға январдың 4-нен 28-не дейін әлі бір ай болды, көліктерімізді қоймай жатырық учетқа. Өкімет осы именно транспорттың министерстволардың әркім бұл жақтан сұрасақ, бұяққа сілтейді, бұяққа сұрасақ, бұяққа сілтейді. Ешкім білмейді. Қарапайым халық жаңағындай әдеттегіндей соңға барамыз, анаған жүгіреміз деген сияқты жаңалықтардан, нелерден жалықпаймыз, жүгіре береміз әрі-бері деген сияқты. Сөйтіп әлі ЭПТС-ті істей алмай, ЭПТС деген ең соңында жаңағы соңға барып номерді алу, сол жерде ЭПТС. Ол жерде жаңа машинаның вин-коды, цветі, мотордың номері, вин-код жазылады, түсі жазылады, жылы, бәр нәрсесі сол жерде жазылады. Кім атына қанша көлік әкеп жатыр, жылына 1 рет деген сияқты жаңағындай, онысы 2 рет деген сияқты. Осы заңның бәрін қарастырып, әліге дейін біз номерлерімізді қоя алмай жатырық. Енді ол не деген сұмдық. Бірақ мен қанша мемлекетші аралап жүрдік, енді ол нәрсені
ойлайтын болса, оны неге алдын ала ойламады деймін да. Алдын ала ойлап, соны халыққа мындай инструкцияларын берсе, осындай болады, ЭПТС сендерде болады, жарты жылдан кейін болмаса сендер осындай сайтқа кіресіңдер, сайтта осындай машиналардың маркаларын, суреттерін бәрін қоясыңдар, сол жерден ЭПТС шығады, ЭПТС алып соңға барасыңдар деп сондай істесе, халыққа оңай ғой енді. Ертерек сол нәрсені қабылдайды. Халықты ескертсе өте керемет. Не бір сайттарға, болмаса қайта соны күніге телевизордан, мысалы телевизор көреміз, телевизорда бір кино көресің, бір передача көрсең, бір нәрселерді көрсең, сол жерде оның жартысы 50%, или болмаса 60% реклама болады. Реклама қандай реклама? Білесіздер ғой, телевизор көрген, ананың қызығып енді көріп отырсаң, реклама басталып кетеді деген сияқты. Сол сияқты телевизорға шығарсын, көліктерге осындай нәрселер болады деп, болмаса сол инструкцияларын қойса, соның инструкциясын біз үйреніп, сол нәрсені ертерек жасап, шығарып номерлерін алатын дегенде, енді сол халыққа ыңғайлы болады деген менің пікірім. Енді сіздің пікір не екенін өзіңіз жаза кетіңіз, өзіңіз айта кетіңіз. Иә, осындай қиындықтар бар, осындай жаңалықтар бар бізде. Сонымен күресіп жатырық. Одан кейін көліктерімізді әкеп жатырық. Осы қиындықтар қазір енді міне болады деп жатырық. Әлде де үміттеміз. Соған қарай өздеріңіздің пікірлерін жаза кетіңіздер. Басқа елде де біз не үшін халық енді налог төлеп жатыр, жүріп жатыр, бензин құйып жатыр, басқа қылып жатыр, бәр нәрсеге осының бәрі байланысты ғой, байланысты. Бір ай ұстап тұру деген қай мемлекетте бар? Сол туралы пікірлерін жаза кетсеңіздер. Бірақ ол өте жат нәрсе да, менің енді өзім пікірімше. Бір апта бір сбоймен, бір апаттармен, су тасқыны, тайфун деген сияқты. Солының өзінде 2 күнде осы нәрсені 3 күнде устранить етеді жаңағы интернетте басқа нәрсенің бәрінде. Бізде ондай жоқ. Бізде өздері ыңғайлы қылып, билік жаңағындай күте тұрыңдар деген сияқты. Оны кім шығарған, қалай шығарған, ол нәрсенің бәрін білесіздер беске. Сол сияқты қиындық ситуациялар бізде қазір көп болып жатыр. Соның бәрі дұрысталса деген ойлар. Осы интернеттің, қазіргі интернет дамып жатыр ғой, интернет енді бәрін ашып айтады, бәрін көрсетеді деген сияқты, кімде не болып жатқан деген сияқты. Сол сияқты жағдайлар болып жатыр. Ол жалғыз бізде емес, осы көлік әкелетін жігіттерде де болып жатыр. Налогта да сондай проблема, олардың да базаларын ауысқан, налог төлейсің, счеттарын бәрі аресте. Әрі-бері налогға жүгіреді, справкаларын алады, оны таратады деген сияқты. Сондай жағдайлар болып жатыр. Сыртқы елден көлік тапсырыспен әкелеміз. Арзан көліктер 2,5 миллион, 3,5 миллион, 4,5 миллион жылына пробегіне қарай до Алматы алып келіп береміз. Өздеріңіз растаможка жасап алсаңыздар да болады, болмаса біз көмектесек те болады. Ондайлары да бар. Одан кейін бөлшек арзан алам десеңіздер, оны да тапсырыс берсеңіздер болады. Бөлшекке отдельно номер қоям. Соған тапсырыс беріп алдырсаңыздар болады. Бір апталығы бар, бір айлығы бар. Алматы қаласында, Шымкент қаласында өзіміздің жаңағы осы алып келген көліктердің сервистері бар. Жаңағы бізде жалаулары тұр ғой. Бірінші енді біз Кореямен айналысамыз, астанадан Қытайдан да әкелеміз. Одан Япониядан керек болса, Япониядан да әкелеміз. Дубайдан, Грузия, Америкадан деген сияқты. Солардың бәрінде өзіміздің қойып қойған налажный каналымыз бар. Өзіміздің енді өшеден әкеп қойған, өзімізде көлік алып келіп сатамыз. Одан кейін жаңағы бізде айтпақшы айта кетейін дегенім, биылға басқа қалалардан ашатын кісілер болса, бізбен бірге совместно жаңағы франшизаны алып, басқа қаладан ашам, сіздермен бірге сесеміз дейтін кісілер болса, ол да пікірлеріңізді жазыңыздар, телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар. Бізде мысалы Астанадан көп сұрайды, Астанадан неге ашпайсыздар деген сияқты. Ақтөбеден, Қызылордадан мысалы, осы елдерден, осы қалалардан ашпайсыздар ма деп сұранады. Соған қарай ашатын ойларыңыз болса, бірге бірігіп істейтін болсаңыздар, оны да пікірлеріңізді жазып, телефон номерлерін қалдырсаңыздар болады. Одан кейін енді біздегі нарықтағы өзіміздің өшедегі қазір Шымкент қаласы, Алматы қаласында, Доспана 59-дамыз Алматы қаласында. Келсеңіздер, өшеде газ, жаңа газдан, бензиннен, басқадан проблема болатын болса, бізде өшеде балаларымыз жөндейді, бөлшектерін әкелеміз, мотор, кузовной деген сияқты бөлшектері де бәр нәрсені тауып шешуге болады. Оны біле жүріңіздер. Одан кейін Талғарда бар, жаңағы біздің осы Алматы облысында. Өйде де автосалонымыз бар. Сол сияқты дамып жатыр, Құдайға шүкір. Бірінші бір Алланың арқасында, одан осы халықпен бірге осындай тікелей өзінің пікірімді, ойымды айтып жатқаны қолдайтын кісілер бар. Өздеріңіздің комментарийлеріңізді жазып, пікірлеріңізді жазып, осы видеоны жан-жақтарыңызға тарауына себеп болыңыздар. Соған қарай алғысым шексіз. Енді біз бастайық. Өзіміздің Алматы қаласында тұрған көліктерді бағаларын түсірейік сіздерге. Мен әрқайсысымен бірге бағаларын айтайын. Телефоннан көріп жатып, скриншот істеп
телефонға хабарласып, мына грандeur қаншаға бересіздер, қалай болады, келіп көрсеңіздер де болады деген сияқты. Так, бізде Kia K5 15 жылғы пробегі 232 мың, 2 литр бензин, автомат коробка 8 миллион 900. Бұнда родной краска, бәрін отырып көрсеңіз, өте керемет, жағдайы жақсы. Так, енді Hyundai Grandeur. Бұл хит болып отыр. Негізі жаңағы Toyota мініп жүрген кісі Toyota уже шаршаған, біреуге сатады, жаңа Грузиядан әкеледі, басқа жақтан әкеледі. Негізі Кореяның Toyotалары өте керемет, сапалы, мықты жүрген соң, Кореяның көбісі алғысы келеді мынау. Сол Toyotалардың орнын алып жүр. Toyota мініп, осы Grandeur мінген кезде бұл да кішкене мамық жүреді, бұзылмайды, 3 литрлері, 2-4-тері өте керемет, жақсы. Бұны мақтайтындай бар, бұның өзінің тарихы бар. Қазір 13 жылғы дизайндағылар, бұдан кейінгілер де бар, жаңалары тағы да өте керемет болып отыр. Так, бұл бізде 8 миллион 600, 13 жылғы 166 пробег, 3 литр бензин, автомат, кожаный салон, полная комплектация, без крыша панорама дейді. Крыша панорама біреуінде болады, біреуінде болмайды. Өзінің тонировкасымен әлі тұр осы жерде. Сол сияқты, міне осы сияқты 8 миллионға да бар. 12 жылғы 3 литр газ, заводской газ. Бұл да бар. Hyundai Grandeur бізде 20 жылғы родной краскаде пробегі 34 мың, 14 миллион 500. Hyundai Santa Fe бұл да 2019 жылғы 12,5 миллион, бұнда саудасы бар, ақ белый жемшік, 2-4, 38 пробег. Белый жемшік. Астана облысы Қарағанды облысы, Астана жақ, Павлодар, солар қатталады екен. Неге десеңіз, сояқтан ғана келіп алып кетеді бізден. Мына машинаны ол кісілер сояқта зерттеп көрген, айдап көрген, бұзылатын, бұзылмайтын, қандай шыдамды екен Toyota Camry сияқты ол кісілер зерттеп қойған. 90-95% десем, сол кісілер алып кетеді келіп. Алматыда бар. Сол сияқты Honda CR-V өте керемет машина. Бұлар примерно бір 10 жылғы мен 12 жыл, 13 жылғылар бар. 13 жылғылары где-то бір 9,5 миллион сондай тұрады, а мынау 13 жылғылар 8,5-8 миллионнан тұрады. Так, одан Kia K7-нің 16 жылғылары, мынандай уже, мынандай мордада, бұлар примерно бізде қазір 9 миллионнан, именно 16 жылғылар. 19 жылғылар уже 11,5-12 миллионнан шығады. 2-4 бар, и бұның 3 литрде бар. Hyundai Grandeur мұнан айттық. Бұларда бағалардың бәрі жаңа мұны көріңіздер, 8 миллион 100. Әр түрлі баға өзінің машинаның состояниясына, бір-екі деталь краскасына соған қарайды. Hyundai Grandeur'лер көп. Одан кейін мынау Kia K7-ді алдынан жақсылап тұр. Өте керемет. Мынау дизайнды көріңіздер, осылай сіздерді көшеде жүрген кезде көресіздер ғой. Опа, мынау не машина деген сияқты да. Бұл машина Kia K7 360 камерасы бар. Өте жұмсақ жүреді, память сиденья, кожаный салон. Енді Toyota'да жоқ комплектация осыларда бар екен. Өйткені өте керемет. Мыналар міне K5 12 жылдан 13 жылға дейін бензин 2 литр, бұның газы да бар. Осылар до Алматы 2,5 миллион 3 миллионға дейін келеді. Бізде сатылып жатқан бағалары 7 миллион мен 7,5 миллионда примерно. Карнивалдың енді Альфардтың өзінің уақыты келіп жатыр ғой, жаңағындай көріп жатсыздар ғой. Оң жақтағы рульдағыларды алып тастап жатыр да. Сол жақтағылар жүреді деп. Мынау енді тасымалда жаңағындай әрбір таксап айтқанда 2-2 дизель 10 миллион 500, тапсырыс берсеңіз одан да арзан болады. 2-2 дизель 292 мың пробег, қараңыздар. Осыларда тапсырыс берген Kia Carnival'дар. Бірақ енді дизель турбо трассада өте керемет жүреді. Так, соған қарай осы Kia Carnival біздегі енді общем келіп жатқан бюджетті варианттар жаңағы так 6 миллионнан 9 миллионға дейін, сол аралықта өрде жаңағы 7,5 миллионда келеді, 8 миллионда келеді, 8,5 миллионға да келеді. Одан кейін жалғыз корейский емес, японский летті әкелеміз. Одан кейін немістер бар айтпақшы. BMW 528, бұның 3 литрлері бар. Өте состояниялар керемет. Бұлар 9,5 миллионнан қазір бізде сатылып жатыр. Бұның бір 8-ін алып келгенбіз, екеуіма қалды. Соған қарай осындай BMW-ларда. Бұларда тапсырыс берсеңіздер болады. Осыған ұқсаған бұлар 2013 жылғылар. Не только BMW, Mercedes-терді әкелеміз. Бағасын болмаса жаңа до Алматы деген сияқты әр қалай жаңағы бізде рассрочкаға бола ма деп көбісі айтады ғой. Рассрочкаға оны отдельно тағы да түсіндіріп берем. Ол қалай болатын? Рассрочкаға бұл жерде тұрған машиналар емес. Рассрочка Кореядан алып келсеңіз, мысалы Кореядан алып келсеңіз 4 миллион сонда примерно болады. 4 миллион растаможкасымен 5 миллион болады. Одан кейін жаңағыдай транзитпен, өз номермен сөйтіп жүрсеңіз болады. Одан кейін бар утиль перечислен төлеп шығарсаңыз болады. Одан кейін андай Мерстер бар, бізде трейдинга келген 4 миллион 400. 99 жылғы 290 пробег 4,3 екен мынау. Бұл жаңағыдай BMW-ға неге ауыстырып біз алып қалғанбыз.
бағасы тиімді болса. Мынау Kia Carens 7 орындық 6 миллион 999 дейді. Газбен 18 жылғы 2 литр 7 орындық. Мынау таза біздің таксовкаға. Газдан қорқатын ештеңе жоқ, просто бізде жалқаулыққа, басқалыққа салынамыз. Ой, учетте тұрам, газ жоқ деген сияқты. Сол сияқты газдың да мәселесін көп көтеріп жатыр. Ол газды алады да Қазақстанға аз бөліп береді, қалған бәрін Қытай, Европа сол жаққа сатып жатыр. Негізі газ біз өзімізде бұлай шығып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Газдың темасын ол өздерің мен айтпасам да білесіздер. Одан кейін Honda серверлер, міне Honda сервер, Kia Carnival. Осындай бізде бюджетті вариантта көліктер бар. Егер де сіздерге көліктер керек болса, тікелей бізде телефон номерлерге хабарласасыздар. Тапсырыспен алдырсаңыздар да болады, и осы жердегі көліктерді алдырсаңыздар болады. Бізде жаңағы елмен бірге 10-15 банк бар. Өзіңіздің құжаттарыңызды беріп, тапсырып, кредит арқылы алсаңыздар да болады. Енді біздегі 2024 бітіп 25-ке шыққан жаңалықтарымыз осы. Әдеттегіндей сіздермен бірге Медина Груп компаниясы, мен Абдикашев Сайлау. Өздеріңіздің осы айтылған жаңалықтарды. Сондай сияқты өзіміздің ұзақ түсірген видеоларымыз. Аман болайық, бар болайық. Осы видеоға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесіге қандай видеоларды түсіруге сол туралы да комментарийға жаза кетіңіздер міндетті түрде. Доспанова 59, Медина Груп деп терсеңіздер. Алматы қаласында шығады, Шымкент қаласында да сондай, Қасым Патеев Шымкент қаласында, Талғарда дағы да Медина Груп деп терсеңіздер Тугиске шығады. Сау саламатты, аман болайық, бар болайық, жақсы.